Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тромбоз, эмболия және стаздың себептері. Пайда болу механизмі, организмге тигізетін зардабы. Бүгінгі сабақта тромбозға сипаттама береміз және де стаз, эмболия жайлы айтатын боламыз. Тромбоз тірі организмде тамырлар мен жүрек қуыстарының қанның ұюы, ал ұйыған қанды тромб деп атайды. Тромб әдетте зақымданған тамыр қабырғасында түзіледі, ол нығыз және құрғақ келеді. Беті кедір бұдырлы болады. Қан тамырлар қабырғасының зақымдануы, қан айналысының баяулауы, қан құрамындағы торшалар мен басқа да элементтер тепе-теңдігінің бұзылуы тромбының пайда болуына әкеліп соғатын қолайлы жағдайлар. Түрлі түсіне, құрылымына қарай тромб ақ, қызыл, ала және гиалин тромбтар болып төртке бөлінеді. Тромбының құрамына тромбоциттер, фибрин лейкоциттер және эритроциттер кіреді. Тромб қан тамыры қуысын тығындап тастауы немесе жартылай жауып тастауы мүмкін. Инфаркт мүшенің белгілі бір жеріне қанның ағып келуі кенеттен тоқтауына байланысты туындайтын некроз ошағы. Ол артерияның эмболмен, тромбымен бітелуінен не артерия қабырғасындағы дистрофиялық қабынулық процестерге байланысты тамыр қуысының біртіндеп тарылып, тіптен бітеліп қалуынан болады. Инфаркт циркуляциялық немесе ишемиялық некроз деп те аталады. Түсіне қарай инфаркт ақ, қызыл және қызыл жиекті ақ инфаркт болып үшке бөлінеді. Стаз, латынның статис, тоқтау деген сөзінен шыққан, капиллярларда қанның толық тоқтауы. Стаздың іркілмелі және нағыз капиллярлық стаз деген түрлерін ажыратады. Іркілмелі стаз қан ағымының қиындауына байланысты туындайды. Нағыз капиллярлық стаз организмге тобы сәйкес келмейтін қан құйғанда, кейбір вирус ауруларға және улануға байланысты пайда болады. Мал организмінде, мүшелерде қан және лимфа айналымының бұзылу түрлері болады. Ол көптеген мүшелерді қамтитын жалпы сипатты процесс немесе белгілі бір мүшені, тіпті оның бөлігін ғана қамтитын жергілікті процесс болуы да мүмкін. Гиперемия, мол қандылық деп мүшеде қанның шамадан тыс мол жиналуын айтады. Гиперемияның артериялық және веналық түрлерін ажыратады. Артериялық гиперемия қанның мүшеге шамадан тыс мол ағып келуінен болады, ал веналық гиперемия қанның мүшеден ағып кетуінің қиындауынан тежелуін туындайды. Сондықтан оны іркілу гиперемиясы деп те атайды. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Жақсы, сау болыңыздар.